Қазақ эстрадасының жұлдызы Ерке Есмахан карантин кезеңінің пайдалы жақтарын тізіп шықты. Өнер иесі өзге отандастары шектеулерден шаршап жүрген кезде керісінше бұл сәттің өмірін түбегейлі өзгерткенін алға тартты. Әншінің сөзінше карантин оған көп нәрсені үйреткен. Ерке Есмахан карантиннің арқасында өмірге басқаша қарайтын болғанын жеткізді. Әнші шектеу шараларына толық уақыт оның ғана емес, барша адамзатқа ерекше өзгеріс алып келгенін айтты. Эстрада жұлдызы Instagram парақшасында осы тақырып аясында жазба жариялап, карантинге деген өз алғысын жеткізді. Карантин көп нәрсені үйретті. Бірінші байлық, денсаулық жай сөз болып еді. Осы жылы бұл даналықтың тым актуалды екенін көрдік. Жұмыс дей бермей, жақыныңа көңіл аудару керектігін ұғындырды. Ал жұмыс кез келген уақытта тоқтай салады екен. Карантин адамдардың жалғыз болмау керектігін, адамға адам керектігін ұқтырды. Карантин саған рахмет, бәрін түсіндік. Енді қайтып келмесең болды, деп жазды Ерке Есмахан.